Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін өте нәзік әрі дәмді жұмсақ пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май және сахарная пудра, миндальная мука, ванилин және бір жұмыртқа қажет. Миндальный муканы ешқандай ұнмен араластыруға болмайды. Осының үстіне ұнымызды саламыз және қопсытқышымызды саламыз. Осыны әбден біріктіріп араластырамыз. Қолмен тесто жасаймыз. Тестомыз дайын. Енді біз тестомызға 24 немесе 26 диаметрдегі формаңыз болса, тіпті 4-1 формаңыз болса да, осы тестіні бірден қолдана бересіз. Біз начинкамызды дайындағанша осы тестомызды 5-10 минутқа морозильникке қоя тұрамыз. Ал енді біз начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сгущенка, деп немесе три желания болған жақсы, жұмыртқа, қаймақ, сливки. Осыны біріктіріп араластырамыз. Өте сұйық болады, одан қорықпаңыздар. Ол піскен кезде қоюланады. Міне біздің начинкамыз дайын. Морозильниктен формамызды алып, оған құйып, духовкаға 150-160 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Ас болсын. Менің YouTube каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Рахмет.